Қалайсыздар достар? Бүгін сіздермен Pindodo сайтынан мақтадан жасалған пижамаларды заказ беретін боламыз. 4-5 түрлісін заказ беретін боламыз. Бәріне обзор жасап кететін боламын. Пижама деп жазасыздар постке. Хлопок деп жазып қойсаңыздар болады. Оны аударасыздар. Астында шығады, бірақ бәрібір сіздер қытайдан аударып алыңыздар. Көбірек заттар шығатын болады. Қытайшаға аударып алсаңыздар. Менде шықты. Әр түрлісі шықты. Көресіздер, енді өздеріңіз ұнағандарын аласыздар. Мен басындағы біріншісінен бастайын. Бірінші қанша адам алғанына байланысты қарайсыздар. 741 адам алған екен. Отзывтарына қарайсыздар. Жұлдызына қарайсыздар. Кейін қарайсыздар, мақтадан жасалған ба, жасалмаған ба. Міне мақта деп жазып қойған 100%. Бұны переводчикпен көресіздер. Бұл жерде қандай размерлері бар екендігі. Міне, бұны көп адам түсінбейді. Мына жерде біріншісінде бойыңызды жазылған. Мысалы, XL-ді алатын болсақ, 160 пен 165 аралығындағы бойға келеді екен. Кейін 110 мен 125 дегеніміз ол екіге бөлесіздер. 55 килограмм мен 63 килограммның арасындағы әйелдер кисе болады, қыздар кисе болады. Солай есептейсіздер. Кейін заказ беретін кезде қызылға басасыздар. Міне өздеріңізге ұнағанын таңдайсыздар. Кейін размерін таңдайсыздар. Кейін астында осыларды көресіздер. Размерін таңдайсыздар. Мысалы, мен 65 килограммын, сол үшін 130 таңдадым. Сәл үлкендеуін ала берсеңіздер болады. Енді бұны басып қоямыз, жүрекшені. Енді басқасын көрсетемін. Енді екіншісін көріңіздер. Пижаманың да әр түрлісі болады. Не? Қанша адам алғаны, оған қарайсыздар. 1905 екен. Отзывтары көп екен, қарайсыздар оған. Суреттеріне қарайсыздар. 100% мақтадан жасалған екен. Бұл бальшмерка болып саналады. Кең болып тұрады. Үйге де кие берсеңіздер болады. Киім сияқты үйге кие берсеңіздер болады. Міне осылардың арасында таңдайсыздар. Бұл жерде екі размер бар екен. Ол дегеніміз 160 дегеніміз ол 80 килограммнан төменге, кейін 100 килограммға дейінгі адамдарға келеді екен. Осылардың арасынан өзіңізге ұнағанын таңдайсыздар. Осы ұнады. Соңына жүрекшені басып қоямын. Енді осы біреуін көрсетейін. Мен осындайды заказ бергенмін. Бұл негізі мақта емес. Себебі жұмсақ емес. Жақсы, маған ұнамаған негізі. Бұл жерде жазылыпты. Соған қарайсыздар. Мақта деп жазылған, бірақ 100% емес. 31 деп жазылған, 31-50 деп. Бұл таза мақтадан жасалған емес. Соған қарап жіберіңіздер. Мен жіберген ошибкаларды жібермеңіздер. Бұны алмайым. Себебі алған мұжы. Ұнамаған маған. Енді басқасын көрсететін боламын. Осы біреуін көрейік. Бұл оригинал екен. Не ашылды.
100% оригинал екен. Отзывдарын көріп шығасыздар. Оригиналда да жұлдыз болмайды деген едім. Жұлдыз болмайды. Бұған шоқ қосылған. 100% мақта деп жазып қойыпты. Не қарайсыздар? Енді өздеріңізге размерлеріңізді таңдап заказ берсеңіздер болады. Енді әркім әртүрлісін ұнатады. Біреулерге ұнайды, біреулерге ұнамайды, әртүрлі. Осындайды көрсететін боламын. Бұл үшеуі болып жүреді. Тройка болып. Описаниесін қарайсыздар. Мақта екен. Таза мақта емес бұл. Осындай. Көріп шығасыздар. Егер сіздерге ұнаса, заказ бере бересіздер. Таза мақта болатын болса, 100% мақтадан жасалған деп жазып қояды. Бұл жерде 100% мақтадан деп жазылмаған. Мақта қосылған бірақ бұған. Енді тағы басқасын көрсетейін сіздерге. Осындайлар бар. Бұл большой меркалар. Үлкен размерлері. 150 килограммға дейін алса болады. 65-тен 150 килограммға дейін. Мысалы, мен XL аламын. Менің подписчиктерім жазған еді. Большой меркалары бар ма деп. Негізі бар. Осындай көрсеңіздер болады. Большой меркалардың да әртүрлісі болады олардың. Өздеріңіз көре берсеңіздер болады. Бұл мақтадан жасалған, не мақта деп жазылған. Белгілеп қойдым. Негізі сіздер осындайларды алсаңыздар болады. Мынандайлары да бар. «100% мақта» деп жазылған. Үйде киетін киімдер. Пижаманың да әртүрлісі болады. Әр адам әртүрлісін ұнатады. Сол үшін өздеріңізге қарай ала бересіздер. Өздеріңізге ұнағандарын ала бересіздер. Қалай таңдау керектігін көрсетіп кетемін мен. Қайсыларға неге қарасаңыз, качествосы жақсы болып келеді. Мысалы, мына жерде көріңіздер. Моделі свободный емес, жабысып тұратын. Басқасын көріңіз. Бұл свободный. Енді әркім ұнағанын алады. Маған негізі осы ұнады. Осыны белгілеймін. Көріп шығасыздар өздеріңіздер. Таңдағанда қанша адам алғанына, отзывтарын көріп шығыңыздар. Жұлдызшасына қарап заказ берсеңіздер, качестволары жақсы болып келеді. Кейін сол описаниесін қарайсыздар. Неден жасалған екендігін. Көріңіздер, осы жерін басасыздар. Осы затты басқа дүкендерден шығарып береді. Енді басқа жерден көрсетейін сіздерге. Бұл басқа дүкен.
қарайсыздар. Кейін әртүрлі дүкендерде качествосы әртүрлі болады. Мысалы, бұл дүкеннің качествосы онша емес. Қараңыздар. Енді мен бағанағы көрсеткен дүкеннің качестволарын көрсеңіздер болады. Разницасы болады бәр жерде. Соларға қарайсыздар. Не қараңыздар. Әртүрлі дүкенде әртүрлі болады. Суреттерге қарайсыздар. Отзывтарын оқып шығасыздар. Өздеріңізге ұнағандарын таңдай бересіздер. Мен болғанда осы дүкеннен алатын едім. Бағанағы көрсеткен сияқты бұның 100% оригиналдары да бар. Қаласаңыздар, сондайлардан да алсаңыздар болады. Не көрейік. Мен 100% оригинал ол. Бұл дүкеннен көрейік. Салыстырып ала бересіздер. Любой ұнаған 100% оригиналдар. Бәрінде разницасы болады. Біреулерге оригиналдар ұнайды, біреулерге обычный магазиндерден алады. Әркім әртүрлі. Обычный магазинде бағасына қарай арзандау болады, оригиналдарда қымбаттау болады. Не бағасын көріңіздер. Бір оригинал магазинде не осын таңдайық, 2XL таңдайық, не 59-9. Енді обычный магазиннен көрсетем. Не 48. Разницасы бар. 12 юанға қымбат екен оригинал магазинде. Өздеріңіз таңдай бересіздер. Осындайын да көрейік. Мен 1151 адам алған екен. Отзывтарын көріп шығасыздар. 100% мақта екен. Бұл маломерка екен. XL-ға дейін екен. Енді ұнағанын ала бересіздер. Егер сіздерге размері келмейтін болса, басқасын ала бересіздер. Өздеріңізге ұнағандарын. Осындайын да айтып кетейін. Отзывтар бар екен. мың 334 адам алған екен. 4,5 екен жұлдызы. Ала бересіздер. Сіздерге бағанағы айтқан сияқты сыртында жазылған бағасы окончательный емес. Сол үшін заказ беретін жерге кіресіздер. Қараңыздар, 15-те 63 болып тұр. Негізі осының өзіне барасыздар. Размеріңіз таңдағанда 30-та 51 болды. Сол үшін именно осы біреуі 15-те 53 екен. Осындай бағада беріп тұр. Басқаларының бәрі бағасы басқаша. Қарайсыздар соған. Оптом алып сатамын дейтіндер көріп алсын. Мен басындағы бағасы өзінің бағасы емес. Бәрін көріп шықтық. Парный дегендері бар. Мысалы, күйеуі әйелі бірдей киетін болса, осындайын алса болады. Бірге ала береді. Бұл екеуі бірдей болып жүреді.
күйеуіне үлкендеуін, әйеліне кішілеуін ала береді. Қаласаңыздар екеуін бірдей қылып, размерін бірдей қылып алсаңыздар да болады. Ол өздеріңізге байланысты. Енді мен осында айтып өтейін. Міне 2500 адам алған екен. 3818 отзыв бар екен. Көрсеңіздер болады. Качестволарын бәрін мақтай екен. Міне бұл жерде екеу ғана екен. Көрсеңіздер үшеу екен, тройка екен. Сол үшін бағасы әртүрлі. Қаласаңыздар осының ақ түсін алсаңыздар болады. Оның размерлері аз екен. Мысалы екеу жоқ екен. Осыны алайық. Соңында бәрін есептейтін боламыз. Мен общий бәріне қалай таңдау керектігін айтып өттім. Енді сіздер өздеріңізге ұнағанын таңдап заказ бере бересіздер. Негізі пижаманы солай таңдайсыздар. Мен мақтадан жасалған пижаманы таңдадым. Оның да түрлері, түстері, размерлері әртүрлі, модельдері әртүрлі. Өздеріңізге қалағандарын заказ бере бересіздер. Есептегенде бәрін солай белгілеп шығамыз. Егер размерлерін белгілемесеңіздер, осындай болып шығады. Ұнағандарын белгілейсіздер, размерін белгілейсіздер. Бұл большмерка болғандықтан қарай өздеріңіздің размерлеріңізге қарай белгілей бересіздер. Бұл себеп өстіп шыққаны. Мына жерін басып қызылды басасыздар. Бәрін белгілеп шығайық. Өзімізге керектерін. Бұның да размерін таңдамаған екем. Қызылды басасыздар. Бәрін белгілеп шықты. Бұл 9 белгілеп шықтым. Бәрін белгілеп шықтым. 326-да 92 шықты. Әліппемен төлесеңіздер, солай төлейсіздер. Егер сіздер Каспиймен төлесеңіздер, 6 юан қосып төлейсіздер. Комиссиясына байланысты. Видео ұнаған болса лайк басып, подписка жасап қойыңыздар. Қандай видео керектігін комментарияға жазып кетіңіздер.